Ақыл парасат күші жақсы мен жаман қылықты айыруға, дүниедегі ізгіліктің көзін игеруге үндейтін, жол ашатын күш. Ең алдымен баланы мейір шапағатқа бөліп, одан кейін ақыл парасат арқылы тәрбиелеп, ақырында ғылымға, өнерге, еңбекке баулу керек. Сонда ғана біз елдік мінез қалыптастырамыз. Әрине, бұл жолда біздің халқымыз көптеген құнды, салт дәстүрді, салт сананы сіңірген. Бүгінгі ұрпақтың жемісі ол ұлттың ұлылығын, құндылығын сақтап, жаңарту, жаңғырту, сана сілкінісін жасап, өмірдегі құнды дүниелерге баса назар аудару керек. Ұлтқа тән құндылықтарды бала бойына сіңіріп, сол сіңірген дүниесін жаңғыртып, жаңартып, өмірге жетті. Осылайша жетістікке жетеді. Ол әр қайсымыздың міндетіміз, борышымыз деп ойлаймын. Бақыттың мәні адамның парасатқа жету жолдары. Ал парасатқа жету дегеніміз адамның өзінің алдына құнды мақсат қоя білуі, игіліктерге жетуі, өз мінез құлықтарын өзгертіп, жетістікке жетіп, жеңіс тұғырынан көрінуі. Бұл әңгіменің түп төркініне келетін болсақ, адам ең алдымен жер бетіндегі жалғыз ақыл иесі. Әрине, табиғат бар, жан жануар, құстар, олардың да өз тілі, өз үні бар. Оларға да ақыл берілген. Бірақ өмірдің жеті кереметін сезінуді, яғни көру, есту, қуану, сену, сезу және түйсіну сияқты ізгілікті адам баласына берген. Осы қасиеттер арқылы адам өмір сүреді, өмірін айшықтайды, тағдырын жасайды. Тағы бір түйін сөз айтқым келіп тұр. Парасаттың шыңына адам ішіндегі әділет жеткізеді. Ал әділетке қалай жетуге болады? Әрине, жаңа балаға беретін мейір шапағатты, өсиет өнегені айттық. Сол бала өсиет, ер жетеді, жаңа өмірге қадам басады, өз өміріне өзі қожайын болады. Сондай сәттерде адасуы мүмкін, жастықтың буымен, қызбалықпен, кедергілерге ұрыну мүмкін, сүріну мүмкін. Ол да бір өмірдің заңдылықтары. Ақ пен қараның айқасы секілді, қызықшылық пен кедергілердің арасындағы алмастыратын, айқастыратын сәттер болады. Сондай сәттерде сол адамға не көмектеседі? Үйдегі тәрбие, үлкендердің сіңірген өсиеті, өнегесі, сонымен қатар кітаптан оқығаны бар, осы жасқа дейін жинап тергені, білгені көмекке келеді. Әрине, ақылы. Соңғы түйін парасат, прогресс, көзқарас. Парасатқа жету жолын біртіндеп түсіндіруге тырыстым. Адамның саналы ғұмыр кешуі ол үлкен идеология. Ол үшін қоғамда халықтың санасын қалыптастыру керек, сол сананы сақтап, идеологияға жетуіміз керек. Идеология дегеніміздің өзі өзіміздің салт сана құндылықтарымызды сақтау, сенімді болу, алға ұмтылу және мәдениетті болу. Сана, идеология, даму. Қазақстанда тұратын 18 миллион халықтың барлығы ақылды болып кетпейді. Бірақ 10 адам саналы болып қалыптасса, 10-ның артынан 100 ереді, 100-дің артынан 1000 ереді, 1000-ның артынан қалың халық ереді. Ал парасат әрқашан ол өмірдің шырақшысы секілді жаңғырып, жаңарып отыруы тиіс. Осылайша қоғам қалыптасады, ал бүгінгі қоғамның қалыптасуы әрбір көкірегінде көзі бар, көзінде оты бар, озық ойлы жастардың бағыты, бағдары болуға тиісті.